Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің артыма қош келдіңіздер. Бүгін үйде барлық заттардан жасалынатын кешкі асты бірге дайындайық. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен көкөністерді турап аламыз. Әдемілік үшін мен ең алдымен картопты осындай ирек кескішпен турадым. Егер де бұндай кескіш болмаса, кәдімгі пышақпен турай берсеңіздер болады. Бұндай ирек кескіш әдемілікті береді. Әрі ерекше болып шығады. Осылай 7-8 картоп шығасыздар. Әрине үйдегі адам санына байланысты картопты көбейтсеңіздер болады. Келесі бізде сәбізді де осылай иректің көмегімен емінші домалақ етіп турап аламыз және де кейін ортасынан екіге бөлеміз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Достар, егер де сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Менің арнамда көптеген қызықты әрі оңай әрі тез жасалынатын кешкі астардың рецептісі бар. Міндетті түрде көріп шығыңыздар. Рахмет. Ал келесі бізде пиязды да ортасынан екіге бөліп, оны қарапайым етіп пышақтың көмегімен турап шығасыздар. Барлық керекті заттар описанияда жазылған, міндетті түрде оқып көріп шығыңыздар. Және де басқа да рецептердің ссылкасы описанияда жазылған, міндетті түрде кіріп шығыңыздар. Және де қалауларыңыз бойынша сарымсақ қосуға болады. Сарымсақты да турап шықтым. Немесе арнайы сарымсақты өткізетін затпен де істесеңіздер болады, сақтап турап. Және де осындай 40 қабатты сәл үлкенірек етіп тураймыз. Видеода көрсетілгендей, ең алдымен бір бөлігін турап, оны 2-3 бөлікке бөлеміз. Барлығын осылай жеке ыдыстарға салып қойсаңыздар болады. Ал енді келесі ол тауық етті. Бұл жерде тауық етінен бөлек кез келген етті ала берсеңіздер болады. Мен тауық етін алдым. Тауық еті өте тез піскендіктен. Немесе қойдың еті, сиырдың еті өз қалауларыңыз бойынша қосуға болады. Тауық етінде сәл ұсақтамай, орташа етіп турап аламыз. Ал енді ыдысымызға сұйық майды құйып, оны қыздырып, оның үстіне тауық етімізді салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Және де етіміз қуырылған соң, оның үстіне сәбізіміз бен пиязымыз салып, оларды да жақсылап қуырып аламыз. Мен бұл жерде алдын ала қатырылған болгар бұрышын қостым. Егер болмаса қоспай қойсаңыздар болады. Және де томат пастасын қосуға да болады. Осыларды жақсылап тұрып қуырып алып, оның үстіне біз картопымызды саламыз және де тағы бір рет араластырып аламыз. Ал енді дәміне қарай тұзын және де басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Және де осыны тағы да бір рет араластырып аламыз. Бір жақсысы, бұл тағамға ешқандай судан қосудың керегі жоқ. Бәрібір де өте әдемі дәмді болып шығады.
Енді үстінен қырыққабаттарымызды салсақ болады. Қырыққабаттарымызды осылай бір-бірінің астын ашып саламыз, жеке-жеке етіп. Сонда тез әрі дәмді болып піседі. Және де қырыққабаттарымызды салып болған соң үстіне сәл тұз сеуіп жіберсеңіздер болады. Сонда қырыққабаттың суы тез шығады. Енді бетін жауып 20-25 минуттай баяу отта бұқтырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай тамағымыз дайын болды. Үстін әсемдігі үшін көк шөптермен әсемдеуге болады. Ас дәмді болсын. Баршаларыңызға көп-көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сіздермен бірге болған мен Диана.